Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен баклажан қосылған осындай керемет дәмді тойымды салат жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Және каналыма тіркеліп қоңшаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта рецепттерімді жіберіп алмау үшін. Алдымен баклажандарымызды осылайша қиғашынан турап аламыз. Үлкендеу етіп бөлек ыдысқа салып отырамыз. Енді тәтті бұрышымызды ортасынан бөліп, үлкендеу етіп видеодағыдай турап аламыз. Мен екі түрін пайдаландым, қызыл және сары. Сіздер кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Сарыны да дәл солай үлкендеу етіп турап шықтым. Енді пияздарымызды да үлкендеу етіп 3-4-ке бөліп шықтым. Мен 2 пияз қолдандым. Менің пияздарым сәл кішіректе болғандықтан. Енді қиярымызды да қиғашынан осылайша турап шығамыз. Достар, мен YouTube арнама тіркелдім. Ұмытпаңыздар, алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді қызанақтарымызды да осылайша ортасынан бір бөліп, 3-ке бөліп шығамыз. Бұны да үлкендеу етіп тураймыз. Достар, салаттың құрамдарын толық описанияға қалдырып кетемін. Сол жақтан көріп аласыздар. Енді баклажанымызға бір тұз салып, одан ыдысымызға май құйып, жақсылап қуырып аламыз. Әбден қызарғанша араластырып қуырып аламыз. Қуырып алған баклажандарымызды бөлек ыдысқа салып, оған қуырған майымызға тәтті бұрыштарымызды салып, жақсылап 1-2 минут қуырамыз. Оның үстіне пияздарымызды салып, одан кейін сарымсағымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Көп қуырмаймыз, шамамен 1-2 минутта қуырсақ жетеді. Көп қуырмаймыз, сәл ғана жұмсарғаны болса болды. Оны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді бөлек ыдысқа баклажандарымызды және тәтті бұрышымызды, қиярымызды, оның үстіне қызанақтарымызды, одан кейін соус жасаймыз. Соусымызға соевый соус 5 қасықтай құямыз. Алма қосылған уксустан 1-2 қасық қостым. Одан кейін 3 қасықтай ас қасықтай қант қостым. Одан кейін дәміне қарай тұз, жарты шай қасық. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне сарымсағымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз езілгенше. Соусымызды біраз уақытқа қоя тұрамыз. Оған дейін біз ас көктерімізді турап аламыз, ұсақтап. Мен салат жапырақтарын да қостым. Осылай барлығын салатымыздың үстіне саламыз. Одан кейін соусымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл кезде тұзды салуды ұмытпаңыздар, дәміне қарай. Егер жетпесе, салып жүрсеңіздер болады. Салатымыз өте дәмді, тойымды, дастархандарыңыздың көркін ашатын салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне салатымыз дайын болды. Үстіне әдемілік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Сол кезде дастархандарыңыздың көркін ашып, одан сайын дастархандарыңызға сән беріп тұрады. Салатымызды міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, тойымды болып шығады. Және мен YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астыдағы қызыл кнопканы подписаться дегенді бассаңыздар, жанында қоңыршаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта рецепттерімді жіберіп алмау үшін.